Қайырлы түн. Мынау ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Мен Күлжан Әліш. Мынау соңғы күндері болып жатқан, біздің маңайымызда болып жатқан уақиғаларға байланысты біраз сіздермен өз ойымды бөліскім келеді. Ата жұрттың төңірегіндегі даудамай, мынау нағыз ата жұрт еріктілерінің үстінен жазылып жатқан арыз, Серікжан Біләшұлының үстінен жазылып жатқан арыз туралы енді айтар болсақ, бұл енді біздің қазіргі жағдайымызда, мысалы осы Қытай қазақ мәселесін көтерілу осы 3 жыл барысында біздің арамызда қаншама азаматтар болды, қаншама адамдар болды, қаншама адамның осы жұмысқа еңбегі сіңді және зияны тиді. Қаншама осы мәселеде бізге көмектескен жергілікті халық болды, өзіміздің ағайындар, туысқандар, жаны ашып Қытайдағы қазақтарға күні бүгінге дейін шеп бұзбай отырған тобымызда отырып, одан арман осы ата жұрттың жұмысын жандандыруға көмектесіп, қатарын молайтып жатқан қаншама біздің жергілікті ағайындарымыз, жанкүйерлеріміз болды, қаншама адвокаттар болды. Осы көрер көзге бір енді мынау кейбір адамдарым сөзімен айтқанда жай бір Қытайдан келген қазақтардың ортасындағы айқай шу, даудамай сияқты көрінгенмен, бұл өте үлкен біздің басымыздағы, қазақтың басындағы қанды тарих, өте сондай бір шешуші сәт, сондай бір қиын кезең ағайындар. Осы барыстағы осыған қатысы бар әрбір адамға дейін қылаяғы осы жұмысты істеу үшін, ата жұртқа көмектесу үшін жаңағы еңбек сіңірген, көмегін жасаған, ең соңғы 500 теңгесіне дейін көмегін жасап, осы халықтың жұмысын қандай да бір жақсы деңгейге көтеру үшін жанталасып жүрген әрбір азаматтың осы жұмысқа, осы уақиғаға, осы дауға қақысы бар, білуге және қатысуға, айтуға, араласуға. Бұл енді қандай айтамыз? Мұнда әрбір бүкіл дүние осы, мейлі біздің басымыздағы даудамай болсын, мейлі қандай қазіргі біздің Қазақстандағы қазақ қоғамы жөнінен алсын, мейлі не қандай жағдай болсын, мейлі адвокаттар болсын, мейлі саясаткерлер болсын, мейлі жаңағы Серікжанның үстінен арыз жазғыштар, арыз қойлар болсын, қарапайым халық болсын, ямсы жаңағы бір қызық көріп тамашалап отырған көрермен қатарындағы жаңағы бейғам халық болсын, барлығы да сол түптің түбінде әрбір адамның өзінің санасына, адамдық моралына дейміз ба, жоқ әлде бір ауыз сөз, қазақы намыс, ұлттық намыс деген сөзге келіп тірелетін сияқты. Бұл енді қазіргі біздің бір-бірімізбен бұлай қырқысуымыз, бір-бірімізді сотқа беруіміз, мынандай Қытай сияқты үлкен қауіп, бүкіл әлемге қауіп төндіріп отырған осындай жағдай астында біздің мынау өзімізбен өзіміздің қырылысуымыздың өзі бұл үлкен трагедия. Мысалы кезінде Шинжаңдағы жағдай, Шинжаңдағы ұлттар арасындағы уақиғалар, мысалы, соның өзі Шинжаңдағы трагедияны Қытай өз қолымен жасаған болса, қазір біздің басымыздағы жағдайды да, осы біздің қазіргі мынау ұлтшылдар трагедиясы деп айтам мен бұны. Мұны біздің мынау Қытайдың саясатын жақсы білетін, оқымысты, білімді азаматтардың трагедиясы деп айтар едім бұны. Одан кейін сол Қытайдың саясатын, Қытайдың менталитетін өз көзімен көріп біліп келген осындай жаңағы Қытай туралы мағлұматты жақсы білетін азаматтардың Қазақстан қоғамына дәл уақытында жеткізуге тиісті кезде жеткізе алмай отырған біздің азаматтардың трагедиясы бұл.
Мысалы кезінде Шинжаңдағы саясатта да Қытай билігі Шинжаңдағы мұсылмандардың бәрін бір-біріне айдап салып, бір-бірімен қырқыстырып, түркі халықтарын өзімен өзі бір-біріне жау қылып қойған. Анау Шинжаңдағы, мысалы Шинжаңдағы саясатты айтсақ, ту баста Шинжаңдағы осындай қырғын туылуына себеп болған ең алғашқы жаңағы ұйғырлардың көтерілісі, ұйғырлардың қозғалысы. Соны айтатын болсақ та ту баста Шинжаңды жаңағы тек қана, мысалы Шығыс Түркістан тек ұйғырлардың ғана жеке меншігі емес қой, онда қаншама халық жасап жатыр. Шинжаңдағы теңсіздікті өз заңындағы ұлттық автономия заңын белшесінен басқаның Қытай билігінің бәріміз көріп өстік, кішкентайымыздан, үлкендерден естіп өстік. Бізден бұрынғы бір ұрпақ бүкіл соның жаңағы тепкісінде өсті. Оның жаңағы бір айқын дәлелі, мысалы, аты автономиялы район, автономиялы аудан, автономиялы облыс деп қойғанменен затында оның ешқандай құқығы жоқ. Керісінше бір автономиялы облыстың ішіне және бір автономиялы ауданды тығып қойып, жаңағы бір ұлтты бір-біріне айдап салған сондай саясат болды. Білесіздер, мысалы, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы дейді, бірақ оның көп санысы қазақтар. Мұңғыл аз, бірақ мұңғылды апарып соған жаңағы негізгі ұлт қылып жасап қойды қолдан. Осы сияқты өте көп қой, осы сияқты мысалдар. Одан кейін жергілікті халықтарға жаңағы шынайы құқықты бермейді. Жергілікті халықтардан шыққан басшының барлығы қағаз жолбарыс, аты бар заты жоқ. Ал негізгі құқық жаңағы партияның секретары, Дауми Шузи дейді, жаңағы үкіметтің басшысы қытайлардың қолында болды. Ол жаңағы қазақтар, ұйғырлардың бәрі өтірік жолбарыс, қағаз жолбарыс олар. Ештеңе де істей алмайды. Сосын тағы Шинжаңдағы осы жағдайдың туылғаны туралы, мысалы, қазіргі саясаттың Шинжаңдағы ұлттар теңсіздігі туралы, мысалы, ту баста анау 1985 жылғы жаңа Үрімжіде зор көлемді оқушылар қозғалысы болды ғой. Сол кезде ол тіпті анау Қытайдың Пекиндегі 89 жылғы бүкіл мемлекеттік жаңағы студенттер қозғалысынан да бұрын болды. Мысалы, ұйғырлар мен қазақ студенттердің оянуы одан да бұрын болды. Өйткені 89 жылғы студенттер қозғалысы Пекиндегі қытайлардың өзінің студенттер қозғалған кезде олар жаңағы Қытай мемлекетін жаңағы демократиялық бағытта дамыту, демократияның алғашқы жаңағы қолдаушылары ретінде олар жарыққа шықты ғой. Бірақ Шинжаңдағы ұлт саясаты, Шинжаңдағы мынау осы ұлттар теңсіздігі туралы, Шинжаңдағы ұлт азаттық көтерілісі, ол соңғы жылдар 85 жылы ғана басталған жоқ, ол арыдан бастап алады, білесіздер. Үш аймақ төңкерісі, Оспанның көтерілісі, Оспан батыр, Әкбар Сейіт деген мына үш аймақ төңкерісінің несі. Сол сияқты көптеген тарих бар ғой, мысалы. Содан қарағанның өзінде де ол ежелден үзілді кесілді тоқтаған жоқ, ол ұлт азаттық қозғалыс. Менің ойымша Қытайларға қарағанда мына түркі халықтарының ой санасы жоғары болды және демократияға талпынысы өте жоғары болды деп ойлаймын. Сондықтан ол үзілді кесілді ешқашанда да тоқтаған жоқ. Әр жолы қандай қырғын болады, қандай не болады, ол жалғасып отырды. Әр ұрпақ сайын жалғасып отырды. Сол 85 жылғы оқушылардың қозғалысының өзін Үрімжідегі болған 20 мыңды 30 мың оқушы жаңа көшеге шыққан. Сол кездің өзінде де қарасаңыз, соның өзінде де үлкен ағаларымыздан, біздің сол кездегі көтеріліске қатысқан ағаларымыз сол кезде бар. Қазақстанда мысалы мықты ағаларымыз бар. Солардың айтысына қарағанда да, мысалы, сол жылғы оқушылар қозғалысында тура оқушылардың бәрі көшеге шығамыз деп жатқан кезде қазақ студенттерге ақырын бұйрық келген, қазақтар шықпасын деген бұйрық берген да. Енді сол арқылы ұйғырлар мен қазақтардың арасына, оқушылардың арасына іріткі салмақшы. Ұйғыр студенттер жаңағы ренжіген, Шинжаң жалғыз біздікі емес қой, сендер неге шықпайсыңдар деп.
Кейін жаңа қазақтардың намыс жібермей қазақтарда шыққан. Бәрібірде де қанша жерден кедергілік тосқауыл қойғанмен қазақтарда шыққан. Енді сол кезде солардың ұранын көрейік, солардың ұранының өзінен міне 85 болса, қазір біз 2020 болса, мына 35 жылдың алдындағы ұран, сол кездегі халықтың талабы. Тура қазіргі жағдай, тура осы кездегі талап сол талап. Мысалы, Шинжаңның Лопнұр көлі районындағы атом полигонына қарсы болды ол студенттер. Жоспарлы туытқа қарсы болды. Жоспарлы туыттың өзі ұлттың жаңағы ұлттың ұрпақсыздандыру, ұлттың тамырына балта шабу, өзі аз халықты өсірмеу деген саясат қой ол енді. Көпе-көрнеу қырғындау. Жергілікті халықтардың да салт дәстүріне құрмет ету, яғни тіл жазуының дұрыс қаралуы. Мысалы, тіл жазуына дұрыс, жергілікті халықтардың ұлттық тіл жазуы дұрыс қаралсын деген ұран көтерген. Кадр саясаты тұрақты болсын деген. Шинжаңға жаңағы ішкі Қытайдан қылмыскерлердің келуіне қарсы болған. Мына Лаукай фандарды еңбекпен өзгерту деген атпен қаншама қылмыстыларды, қара қытайларды Шинжаңға жеткеп келді. Оның өзі өте үлкен қылмыс. Өнімден ұлттық территория заңының толық сақталмауы соған қарсы болды. Сол кезде мысалы ол саясат тек қана ұйғырларға ғана келген жоқ қой, барлық ұлтқа бірдей келді. Ұлттық мектептерді жою, қысқарту, мысалы сол кездің өзінде ақырын басталып кетті да, сосын оған қарсы бүкіл жаңағы ұлттың зиялылары, алға басар адамдар, студенттер, әрине ол студенттер жайдан шықпайды, олардың мұғалімдері бастайды әрине. Олар кімдер? Олар қоғамның зиялысы, алға басар адамдар. Олар соған қарсы болды. Ол деген сөз бір ұлтты дінінен, тілінен, ділінен айыру, ұлттық болмысынан айыру үшін ең алдымен ол тілін жоғалту керек, ол ұлттың. Ол жаңағы соңғы жылдардағы лагерге апарып қамап тастағаннан да ауыр мәселе. Лагерге мысалы бүкіл бір халықты бірақ қырғындап түгелдей апарып қамай алмайды ғой, өйткені халықаралық заң бар. Ол қанша жерден Қытайды тұмшалап, қамап, жаңағы көрсетпей отыр дегенменен қазір мынау ғарыш техникасы дамыған, ғарыштағы жаңағы жасанды серік арқылы да көріп алуға болады қай жерде не болып жатқан. Сондықтан ол бірден өйте алмайды. Мәлім адамдарды мәлім бөлігін апарып қамайды. Ал енді мына бүкіл бір ұлттың жаңағы ұлттық мектебін қысқарту, тілінен айыру, ділінен айыру, бүкіл бір ұлттың тамырына балта шабу деген сөз, ол өте үлкен. Бұдан өткен қылмыс жоқ мысалы. Ең негізгі себеп солған қарсы болды. Ақыр аяғында не болды? Бәрібірде де бүкіл халық, бүкіл ұлт Шинжаңдағы сол саясаттың құрбаны болды. Лажсыздықтан құрбаны болды ол. Одан кейін сол жаңағы лагерлердің ашылу себебі де сол жаңағындай неше түрлі саясатқа мойымаған халықты, берілмеген халықты апарды ашықтан ашық қамап, белгісіз дәрекіл істетіп, әйелдерін қорлап, ер азаматтарының намысын таптап, жігерін құм қылып, бүкіл бір ұлттың рухын өлтірмекші болу жаңа мақсатына жетті олар. Енді сондай ұлттық теңсіздікке, жаңағы жергілікті сондай саясатқа бас көтеретіндей ешқандай қауқары қалмаған кезде, қауқарым ешқандай сондай бас көтеретін күшінен айыру үшін олар ашықтан ашық диктатурамен, қарулы күшпен осындай қырғын жүргізді, лагерлер ашты. Ал әзір соңғы кезде қазақ болсын, ұйғыр болсын барлығын ішкі Қытайға, әсіресе жастарды депортациялап жатыр. Ішкі Қытайға жөткеп жатыр бүкілдей. Ал ішкі Қытайдағы бүкіл Қытайды Шинжаңға жөткеп жатыр. Отбасыменен бүкілдей көшіріп әкеліп, оларға жасалған тиімділік, оларға тұрған тегін үй, тегін ақша, тегін жер, жұмыс, жоғары еңбек ақы. Тіпті ұйғырлардың басындағы жағдайды естісеңіз, тіпті төбешасыңыз тік тұрады. Ұйғырдың балаларын бөлек, әйелдерін бөлек, ерлерін бөлек, қамап бөлек-бөлек қырғындап алып барып жатыр. Осы турасында
анау бізде тірі куәгер Тұрсынай Зияудын деген әйел бар ғой, ұйғыр қазақтың келіні. Сол осы лагерьден шыға салысымен оңтүстік Шинжанға барған, Қашқар жақ не болып жатыр екен деп өзінің барғысы келіп, бізді лагерьді мынандай жаныштағанда о жақта халықтан тірі қалғаны бар ма екен көрейінші деп. Сол кезде Қашқарға барған кезде Хотанның жаңағы қастасы деген кені бар. Қастасы, Хотанның қастасы, Гауһартас қастасы бүкіл дүниеге әйгілі. Оны ежелден Қытайлар өте зор көлемді талан-таражға салып келді. Мысалы, соның өзін мысал алатын болсақ, сол Хотанға барған кезде, сол Хотандағы ең үлкен қастасы кенінің қожайыны бұрын ұйғыр болған. Бір әулет ұйғыр, мысалы, сондағы бір әулеттің ішіндегі 20-30 адамды түгелдей апарып лагерьге қамап өлтіріп жоқ қылған. Тек қана ол сол кенді басқарып отыратын, соған сәйкес жұмыс жасайсың, қытайша білетін біраз ұйғыр әйелдерді ғана қалдырған. Ол әйелдер тағы қандай міндет атқарады, оны бір Құдай біледі. Жаңағы ішкі Қытайдан келген саудагерлерді, жаңағы қастасын саудагерлейтін, мәнерлейтін, неше түрлі жаңағы жолменен ішкі Қытайға талан-таражға бұлап-талап әкететін саудагерлердің өзін жаңағы жатақ орналастырып тамағын беріп деген сияқты, сөйтіп күнін көріп жүрген, өзінің нәпақасын тауып жүрген қарапайым әйелдердің біреусімен кезігіп қалады. Сосын онымен бірге отырады. Әлгі бұрынғы ұйғыр халқының басынан жаулығы түспейтін, сосын жаңағы қатты берік ұстанған дәстүрдің біреуі де жоқ қазір. Бүкіл шалбар киген, шаштерін кескен, неғұрлым Қытайға ұқсаған сайын олар сондай сол дәрежеде аман қалатын болғаны кейін амалы жоқ. Олар жаңа тірі қалу үшін, ертең бір күн болса да тірі жасау үшін олар сол мүмкіндіктен пайдаланып солай сәйкескен. Сондай сол бір әйелдің өзі жаңағы шарап ішеді кешке жақынында. Бұның жаңағы ішіндегісін, өйткені сол бір өңірден аз ғана адам қалған. Бір өңірден қастас шығатын сол кен районының енді бір ауыл десек, содан осы аз ғана адам қалған. Көп адам жоқ. Тым-тырыс, қақпалар бекітілген. Содан сол шындықты бір білсе, осы біледі, Қытайларменен жақсы араласады екен деп сол әйелді айландырған кішкене. Содан кешке жақын шарап ішіп алғаннан кейін әлгі әйел кішкене масайғаннан кейін әңгіменің бәрін жіберген. Бүкіл ауылды бір түнде апарып топ-тобымен қырып, жаңағы дым қалтырмай, еркек атаулысын қалтырмай, жасын қалтырмай, түгел қырғандығын, балалардың бәрін қайда кеткені белгісіз алып кеткенін жетімханаға. Қалса өңкей кемпір шал, ешқандай қауқары жоқ, түкке татымайтын адамдардың қалғандығын айтып жылаған. Ертесі сол ұйғырларды, бүкіл ауылдың ұйғырларын күреп апарып көмген жерді көрсетем. Ертең кім бар кім жоқ біліп қалыңдар бұл тарихты деп айтпақшы болып солай істеген. Ертесі жаңағы Тұрсынай барып амалдап сол жерді жаңағы суретке түсіріп алайын десе, сол кезде жаңағы мастығы тараған әйел баяғы қорқып айтпай қойған жоқ, түнде мен айтқан жоқпын, мен мас болып қаптым, ренжіме деп айтпай қойған. Міне соншалық дәрежеде ұйғырды қырған, ұйғырдың жаңағы дымын қалтырмай ауыл қылып қырған, сондай дәрежедегі қырғыншылық жүргізген Қытай ертең біздің қазаққа олай тиіспейді, олай жасамайды деп ешкім де кепілдік бере алмайды. Қазір алғашқы бір тобын қамады 3 жылдан бері. Қанша 100 мың қазақты лагерге кіргізіп шықты. Екінші топты, екінші кезекті олар бастамай қояды деген ешкім де кепілдік бере алмайды ғой. Сондықтан осындай кезде тіпті біздің Қазақстандағы мынау алды-алдымызға қырқысып жатқан, алды-алдымызға тартысып, жұлысып, жерілдасып жатқан қазақтар түгел, бүкіл түркі халқы бірігу керек. Бүкіл түркі халқы аттанысқа келу керек. Біздің тағдырымыз бөлек шығар. Біздің ғұрып әдетіміз, тұрмыс салтымыз, жаңағы біздің болмысымыз бөлек шығар. Бірақ біздің жалпы осы ұлт азаттық күресінде, жалпы біздің сол Шинжаңдағы біздің туысқандарымыздың тағдыры жөнінен алғанда біздің жолымыз бір. Сондықтан жаңағы ұйғырларды жек көру, ұйғырлар мәселесін қазақтар мәселесінен бөлек қарау, ол болмайды. Егер біз осындай кезде бір-бірімізді бауыр деп айта алмасақ, біздің имандылығымыз,
туысқандығымыздың қандай құны бар? Егер біз біріге алмасақ, онда ештеңе де өнбейді. Тек қазақтар емес, әуелі түркі халықтарының өзінің бір-біріне жау болуының әзір ерекше тиімсіз екендігін айтқым келеді да мен. Егер олай болатын болса, Қытай біздің бір-бірімізге жанымыздың ашымағанын, бір-бірімізге деген тісіміздің қылыштай өткір болуын әрине қалайды. Егер олай болмағанда, мысалы, біз ұтыламыз, есеміз кетеді. Ақыры жеңілетін кім? Біз боламыз. Қытайдың ұпайы толықтанады. Осы Қытайдың жауыздығын әлемге дәлелдеген екі-ақ уақиға дәлелдеді. Мысалы, сондай бір жабық, бітеу, сондай бір сыртқы дүние білмейтін сондай құпия бітеу жараны кім жарды? Шангандықтар, яғни гонконгтықтар менен осы Қазақстандағы қазақтар әлемге әшкереледі. Егер олар болмағанда, бүкіл коммунистік жүйе дейтін осы тажал бүкіл әлемді, тіпті бүкіл біздің тәуелсіз Қазақстанды да жалмайтын еді. Осы Қытай билігінің көзінің алдына біткен ең үлкен екі мерез, жазылмайтын рәк осы Гонконг халқы менен қазақстандықтар. Гонконг қозғалысына да кезінде сол себепкер болған демократияны қолдайтын Гонконг халқы менен компартияның ыңғайына жүретін, Пекинді қолдайтын, коммунистік жолмен жүргісі келетін Қытайға сатылғандар өз халық. Соның арасында қырғын төбелес басталды ғой кезінде, білесіздер, былтыр. Сол кезде де сол төбелесті әдейі қолдан жасап, әдейі соншалық дәрежеде қырғын төбелес, қырғындау жүргізу арқылы, халықтың десін басу арқылы диктатура жүргізуге қарай апару үшін олар әдейі сол кездің өзінде де бұқараша киінген сақшылар, жай қарапайым халық сияқты киінген сақшылар сол төбелеске араласып әдейі қырғын шығарып, соның арты үлкен қырғыншылыққа ұласқан. Ал кезіндегі мына ұйғырлар көтерілісі де солай. Біз солай естігенміз мысалы. Өйткені қай қоғамда болса да жастар, зиялылар, студенттер, алға басар ойлы адамдар маңызды рөл атқарады. Олар өйткені қоғамның кері жағын, қоғамның зиянды жағын, қоғамның адамдарға қандай апат әкеліп жатқандығын жақсы біледі. Өйткені олар оқыған адамдар. Сол кездегі ұранда бағанағы 85-ші жылғы Шинжаңдағы ең алғаш көтерілген студенттердің қозғалысы кезіндегі ұран менен ұқсас, соның жалғасы. Барлық Шинжаңдағы жергілікті халықтардың талабы соның жалғасы. Мысалы, Шинжаңның өз байлығын өзін істету, мұнайы мен газын Шинжаңның өзін гүлдендіруге істету, ұлттық автономия заңдарына құрмет ету деген сияқты сондай талаптармен көшеге шыққан. Кейін ұйғырлардың әдейі сатылған содырлар араласқан арасына. Енді оның ішінде де халық болғаннан неше түрлі халық болады. Оған бұқараша киінген сақшылар араласқан, сонымен үлкен қырғыншылық болып, соңы міне бүкіл мұсылман халқының Шинжаңдағы нәсілдік қырғынға ұшырау деген бір қанды тарихқа келіп отыр. Мысалы, сол кездегі Шинжаңдағы және бір теңсіздіктің айқын дәлелі құнарлы жерлерді, экономикалық құн жарататын жерлерді, ең бір адамға пайдалы саяхат орындарының өзін Қытайлар тартып ала бастады. Неше түрлі сылтаулармен қазақтардікін тұяқкесіліктен сақтау, экологиялық ортаны сақтау деген сылтауменен ала бастады. 2006-2005-тен бастап кетті. Соның өзінде де тұяқкесіліктен сақтау деген енді бір қисынға симайтын сылтау ғой, адам күлкісі келеді. Керісінше Қытай қазақ өмір бойы жыл 12 ай жайлауда сол табиғатпен бірге жасайтын халық. Жыл 12 ай жылқының тезегінің өзі сол шөптің тозаңдануына, даланың жасыл алқап болуына көмегін тигізетін, бір-біріне әсер ететін, өзара тепе-теңдікті сақтап отырған дүниенің өзін олар өтірік бір сылтау керек болып тұр ғой, сол экологиялық ортаны қорғау деген сылтаумен қазақтардың бүкіл жайлауларын тартып алды. Бейқұтыға тықта әкеп, иіріп әкеп, сосын қорада бағу деген қазіргі саясатты шығарды, малын.
ұйғырлардың да жаңағы ең атақты саяхат орындарын, ең мықты деген жаңағы ұйғырлардың ең ежелгі мәдениеті сақталған ежелгі қалаларының өзін кәдімгідей тартып алды да қазір оның барлығы қытайлардың қолына өтіп кетті. Енді осындай өте үлкен жаңағы теңсіздік жергілікті халықтың жерлерін тартып ала бастаған соң, мынау білесіздер, соңғы кездердегі ішкерінің жаппай Шинжаңға көмек жасайды деген желеуімен ішкі Қытайдағы дамыған өңірлердегі саудагерлер, сауда топтары Шинжаңға келе бастады. Олар шындығында негізгі мақсаты Шинжаңды бөліске салу, шикізатын тонау. Біріншіден олар Шинжаңның әр өңірінде өз керегіне қарай шикізатын тонады, керекті зауатын салды, керекті шикізатын тіке Шинжаңнан алып отырды да, екіншіден жаңағы ұлттық мектептерді Қытай мектептерімен бірлестіріп, жаңа мектептер салып беру арқылы ұлтсыздандыру, тілді жою мақсатын іске асырды. 2 әліпбиге шықты. Олардың жаңа қаржы ажыратып салған мектептерінің, докторханаларының барлығында қазір Қытай тілін негізетті, білесіздер. Бұрынғы ескі мұғалімдердің, мысалы, әрбір ұлттың өз ана тілінде сабақ беретін мұғалімдерін, ескі мұғалімдердің, Қытай тілін жақсы білмейтін мұғалімдердің барлығы мектептің асханасына, жатақханасына, есігіне күзет шығып, ыдыс-аяқ жуатын, жаңағы садиктің балаларын қарайтын, соның қырғауын жуатын жерге алмастырып тастады да, жаңағы Қытай тілін жетік меңгерген, қытайша оқыған, қытайша тәрбиеленген жастарды жаппай жоғары мәнсапқа қойып көтеру арқылы Қытай тілін білмесең нан тауып жей алмайсың деген нәрсені бүкіл халықтың санасына сіңірді, әрі зорлықпен соны іске асырды. Сондықтан осындай саясатты іске асыру үшін бүкіл жаңағы осы үлкен алдағы мынау 3 жылдықтағы ашықтан ашық жүргізген қырғындыққа жету үшін олар ең алдыменен жаңағы ұйғырларды террорист етіп көрсетіп, бүкіл бір халықта қалқараға жек көрінішті көрсету арқылы, қолдан жасау арқылы террорист деген ұғымды, содан кейін ол ақырын ары қарай қырғын өздерінің жаңағы геноцидтік қырғынына жол ашып алды. Мысалы 2006-дан бастап Қытай билігінің қолдан жасалған сол қысымының астында ұйғырлар бас көтерді десек, ал Қытайдағы қазақтарға қаратқан саясат 2016-дан басталды десек, араға 10 жыл салып, мінекей 10 жыл өткеннен кейін, 10 жыл болса да жаңағы сондай іштен істемеген, ешқандай жаңағы үкіметке зияны жоқ, өзінше жүрген момын қазақты да жаңағы қазақтың басына да бәрібір сол саясат келді. Қазақ үндемейді екен, бойсұнғыш халық екен деп бір шетке қойып қойған жоқ қой. Барлық халыққа бірдей келді, бәрібір болды. Енді осындай кезді үндемеу, осындай кезді айтпау, ол тіптен үлкен қылмыс қой. Сондықтан жаңағы бізде мынандай бір тақырып бар. Серікжанның кесірінен қазақтар тұтқындады деген бір масқара тақырып бар. Сол арыз қойлардың көтеріп жүрген қанша жылдан бері. Онда қазақтың бұрынғы ұлт азаттық көтерілістері, ұлттардың теңсіздігі, ұлттардың қазақтың ежелден туып өскен жеріндегі өзінің ата қонысындағы басқа жақтан ауып келген, басқа жақтан келген халықтардың жүргізген зорлық зомбылығына қарсы қазақтың еркіндікке талпынуы, өзінің елін жерін қорғау, өзінің халқын қорғау, осы барыстағы көтерілістер. Оспан Батыр, Үш аймақ, Шығыс Түркістанның уақытша үкіметінің құрылуы, жаңағы 85 жылғы оқушылар қозғалысы, мынау 2005 жылдан кейін ұйғырлардың қырғыны. Осының бәріне Серікжанды кінәлауға бола ма мысалы? Оған Серікжанның не қатысы бар? 70 жыл бойы билік жүргізген коммунистік жүйе деген осы шайтандар патшалығымен айқасып өткен, бұның бәрі сол қазақтың рухы. Ал бұл әр мезгіл сайын, әр дәуір сайын сөйтіп тіріліп отырған, ол ешқашан өлмейді да. Ал Серікжанның қарсы тұруы, Серікжанның Қытай қылмысын әшкерлеуі, Серікжанның бас көтеруі, ата жұрттың құрылуы, осындай қырғын басталған кезде қазақтың орнынан тұруы, оның бәрібір де жаңағы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ұрпақтардың сабақтастығы, қазақтың рухы ол. Тек қана Серікжанның айтуынан, Серікжанның солай болуынан Қытайдағы саясат басталды деген сөз ол өте бір масқара тақырып, шынын айтан. Ол деген Шинжаңның арғы тарихын, Шинжаңның арғы бергісін, қазақтың өткен жаңағы осы коммунистік екі орыс пенен Қытайдан көрген, осы екі коммунистік жүйеден көрген қырғынын мойындамау, соның бәрін жоққа шығару, Қытайдың саясатына сәйкесу деген сөз ол, қысқасын айтқанда.
Сондықтан ұйғырлар сияқты террорист болмай тұрғанда есің барда елің тап, ұрпақты қорға, ұлттың аманат ұрпағың болса да тәуелсіз Қазақстанға жеткіз деген ол жаман сөз емес қой. Ол әрине Қытайға ұнамайды. Ол Қытайға үлкен сылтау болды мысалы. Ол онсыз да ол сол саясатын жүргізейін деп отырған, сол дәрежеге келген ол. Бұрынғы қырғыншылықтың, бұрынғы қырғынның, бұрынғы саясатының барлығы пысып жетіліп сол кезге келген. Сондықтан ол Серікжан айтса да туылады, айтпаса да туылады. Сол кезге барады. Ал енді осы жаңағы нәрсенің осындай Қытайға ұнамаған тақырыптың, ал біздің өз елімізде, өз қазақтарымызға ұнамайтын тіпті қызық та, мысалы. Серікжанның оларға ұнамайтын тіптен қызық нәрсе ол. Серікжанның әрекетін арандатушы, ел ішін бүлдіруші ретінде қабылдау, ол кімге керек, не үшін керек? Әрине бұның артында жаңағы бүкіл халықты, бүкіл қазақты бір-біріне айдап салу, бірінің үстінен бірін арыз жазғызып, сексеуілмен соғып мәз болып жаңағы құтырып тұрған Қытай, бет қалқа киген Қытай тұрар жағында, басқа ештеңе емес. Сондықтан азаматтар, бізді, ата жұрттағы қыз жігіттерді, ата апаларды, жергілікті ағайындарды, осы бүкіл ата жұрт деген осы бір өте бір сондай жаңағы халыққа, қазаққа пайдасын тигізіп отырған осындай бір ұйымдағы осы қарапайым адамдарды саясаткер ретінде қарап, бүкіл бір Қытайдың тамағына тұрып қалған қылтан ретінде қарап, біздің іс-әрекетімізді тоқтату үшін арыз жазып жүрген сіздерге таңғаламын. Қысқасы, сіздерге таңым бар. Біз ешкімде саясатшы емес, біз саясатшы болып туған жоқпыз, барлығымыз жай адамдармыз. Тек қана бәрімізге басымызға ортақ күн туғандықтан, төбемізге қара бұлт үйілгендіктен, осы саясаттың өзі бізді осы тағдырға, осы мүмкіндікке барлығымызды әр қырынан итермелеп отыр. Мысалы, бізді осы жолдан таймау, күресу, Қытайдағы қазақ мәселесін көтеру, тоқтаусыз халықараға түсіндіру, тоқтаусыз Қазақстан билігіне түсіндіру, тоқтаусыз Қазақстан халқына Қытайдың қаупін ұғындыру, Қытайдың қателігін, қылмысын ашу деген осы жағынан бізді итермелесе, сіздерді мүмкін ол енді өздеріңіздің саналарыңызға, өздеріңіздің ниеттеріңізге, жаңағы намыстарыңызға байланысты нәрсе. Сіздерді қайғырынан итермелеп отыр, оны мен білмеймін. Бізді солай мәжбүрлеп отыр. Осы арыз қой азаматтардың бізге Қытайдан ары жау болып кеткенін түсінбей жатырмын да мен. Сіздер әзір бізге Қытайдан арман жау болдыңыздар. Қытай жайында қалды ол. Қытай екінші әңгіме болып қалды. Қазіргі ең үлкен дұшпан қазақтың дұшпаны қазақ болды қазір. Сондықтан айналайындар азаматтар, қазір енді мынау ел басына күн туғанда, осындай қиын заманда әйелдер де бүйтіп салғыласпайды ғой, әйелдер де бүйтіп бет жыртыспайды ғой. Қайта Қазақстанда әйелдер алға басар екен, әйелдер керемет екен, мен соны мойындадым. Ақиқатқа, шындыққа олар бетпе-бет келе алады екен. Сол әйелдерден де күндерің төмен болғаныма. Егер Көкту туралы арыз жазуға тура келсе, Ахметбек Алмасбек неге жазбайды? Ол кісі нағыз азамат екен. Нағыз жазуға тиісті адам сол. Ол азамат екен міне. Қаншама сөздер айтылды, былқ еткен жоқ. Нағыз саясаткер сол кісі екен. Ал Серікжан қанша жерден артық кетті. Пенде ғой, қанша жерден жаңағы осы жұмыстың ілгері жүру үшін, осы жұмыстың алға қарай ілгерлеу үшін, халықтың санасының ояну үшін қанша жерден артық кетті. Кемшілік болды, оны халық түсініп отыр, түсіністікпен қарап отыр бүкіл халық. Бүкіл халық сотқа берген жоқ қой оны. Бүкіл Қазақстан халқы өре-түреге қол қойды ма? Тек біздің өзіміздің Қытайдан келген қандастар, осы ежелден бері қарсы тұрып жүрген, қарсы көзқарастағы міншіл күншіл ағайындар беріп отыр. Ал халық кешіріп отыр. Ал Серікжан туралы не айтылмады? Айтылмаған ештеңе қалмады ол. Айтылмаған дүние қалған жоқ. Тіпті қалаяғы балағатқа толмаған баласына дейін айтылмаған жала, тақпаған кінә қалған жоқ. Ал Серікжан солардың біреуін сотқа берді ме? Біреуіңіз сотқа сүйреп көрді ме? Берген жоқ.
тағы қайсы күні тағы осы соңғы кездердегі лекциясында тағы айтып жатты. Айналайын бауырларым, айналайын туысқандарым, артық кем жер болса кешіріңдер деп тағы сөйлеп жатты ғой. Сондықтан сіздер Серікжанның көзін құрту арқылы бүкіл ата жұртты поршалау, тарату арқылы бүкіл Қытайдағы қазаққа зиян салып отырсыздар. Ата жұрт Серікжанның жеке меншігі емес, ата жұрт бүкіл халықтікі, бүкіл Қытайдағы 3 миллион қазақтікі. Қарапайым мысал, ата жұртта отырған, Қытайда туысын жоқтап отырған қазіргі мөлшермен 500 адам бар десе, тап қазіргі сәтте және ата жұрттың әрбір облыс аудан бойынша жиналып жатқан 20-да 30 тобында 4000-да 5000 адамның мүддесі тұр мұнда. Тіпті арысын айтсақ, Қытайдағы 3 миллион қазақтың тағдыры тұр. Сонда осыншама адамның өмірі, тағдыры сіздерге ойыншық па? Тоқтай қалыңыздар, ең жақсысы тоқтай қалыңыздар азаматтар, сабырға келіңіздер. Болмаса осы 4000-да 5000 халықтың атынан сіздерге қарсы арыз жазылуы мүмкін. Өйткені соған мәжбүрлеп отырсыздар. Өте өкінішті, бұл өте үлкен біздің басымыздағы жаңағы айтқан трагедия. Өте үлкен өкініш осы болып отыр. Қытайдың алдында екі қазақ бір-біріменен бет жыртысу, бір-бірінің бетін тырнау, бірін-бірі жамбас қалып, жаңа қылқындыру деген еді. Ол қысқасы Қытайдың мүддесіне, Қытайдың пиғылына, Қытайдың ыңғайына өте қолайлы болып тұр, басқа ештеңе емес. Қытайдан жеңілеміз, Қытайдан жеңілдік біз, әзірдің өзінде жеңілдік. Қазақтар жеңілдіңдер. Әлдеқашан жеңілдіңдер.